Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге медовый торттың рецептімен бөлісемін. Өте нәзік, дәмі ерекше, қайнатылған кремнен жасалынған, яғни заварной кремнен жасалынған. Өте дәмді, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Барлық ингредиенттер описание бөлімінде. Менің бейнелерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Осылай бейнедегіде жасасаңыздар, сіздердің торттарыңыз өте сәтті шығады. Қантымыз ергенше жақсылап араластырып аламыз. Крахмалды салып араластырып аламыз. Крахмалды ұнмен алмастырсаңыздар да болады. Крахмал түйіршік боп қалмас үшін жақсылап араластырамыз. Осылай қайнатпалы кремімізді бірінші этапта жасап аламыз. Сонда корждарымызды жасағанша қайнатпалы креміміз дайын боп тұрады. Торттарыңыз нәзік, ерекше болып шығады. Таза каструлямызға 500 мл сүтімізді құйып, газ плитамызға қойып, қатты қайнатпаймыз. Сәл қайнатып алғаннан соң жұмыртқалық массамызға аз мөлшерін құйып, венчикпен сразу араластырамыз. Себебі жұмыртқалық массамыз пісіп кетпес үшін. Араластырып алғаннан соң каструлямызға құйып, баяу отта бір келкі қою болғанша араластырып отырып қайнатамыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, венчиктің көмегімен бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып отырамыз. Осылай бейнедегіде жасасаңыздар, қайнатпалы кремдеріңіз сәтті шығады. Басында тұрып, бір келкі қою масса болғанша араластырамыз. Креміміз қоюланды. Сіздер де жасап көріңіздер. Торттарыңыз өте нәзік шығады. Шым-шым ванилин қосамыз. Дәмі ерекше болады. Креміміз дайын болды. Ыстық кастрюльді ыстамаймыз, таза ыдысымызға құйып аламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, бөлме температурасына қойып қоямыз. Осымен біздің қайнатпалы креміміз дайын болды. Ендігі кезекте корждарымызды жасаймыз. Ең алдымен газ плитамызға таза кастрюлямызды қойып, балымызды саламыз. Балдарыңыз таза болса, медовый торттарыңыз дәмі ерекше болып шығады. Лопаткамен араластырып отырып, балымызды ерітіп аламыз. Балымыз ергеннен соң бір шай қасық содамызды салып, араластырып аламыз. Қараңыздар, реакция жүріп жатыр. Балымыз осылай бейнедегідей ақ түске боялады. Бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, жақсылап ерітіп аламыз. Балымызды ерітіп алдық. Ендігі кезекте таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, сосын қантымызды қосып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше.
Жұмыртқалық массамыз дайын болды. Ақ түске енді балдық массамызды қосамыз. Жақсылап миксермен араластырып аламыз. Ендігі кезекте ұнымызды електен өткізіп, аз мөлшерде қосамыз. Бәрін бірден қос жермейміз, сонда корждарымыз жұмсақ болып шығады. Осылай бейнедегідей миксерлеп аламыз. Корждың тестасы дайын болды. Енді формамызды алып, пергамент қағазымызды төсеп, формамызбен осылай бейнедегіде қыстырып аламыз. Осылай дөңгелекше жасап аламыз. Сіздер қаламмен сызып дайындап алсаңыздар да болады. Бейнедегідей қамырымызды дөңгелекшеге орналастырып шығамыз. Менде 5 корж шықты. Енді тортымыздың корждарын пісіріп аламыз. Корждарымызды листімізге салып, 180 градуста қызып тұрған пеште 3-4 минут пісіріп аламыз. Корждарымыз пісті. Суығаннан соң пергамент қағазынан ажыратып алып, тақтайымызға орналастырып алып, формамызды қойып, бір келкі қылып кесіп аламыз. Текстурасы жақсы шығу үшін. Барлық корждарымызды осылай бір келкі қылып кесіп аламыз. Корждарымыздың жанын әсемдік үшін пайдаланамыз. Қалған бөліктерін блендермен ұсақтап аламыз. Егер блендер жоқ болса, таза пакетке салып, оқтаумен ұсақтап алсаңыздар да болады. Бірінші этапта дайындап алған қайнатпалы креміміз дайын болды. Кондитерлік мешокқа саламыз. Бұл кремді кез келген торттарға және эклерге пайдалансаңыздар, өте ерекше болып шығады. Ендігі кезекте корждарымызды жинаймыз. Осы рецептпен менде 5 қабат шықты. Бейнеде көргендеріңіздей коржымызды қойып, қайнатпалы кремімізді жағып аламыз. Лопаткамен әдемілеп жағып аламыз. Осылай барлығын 5 қабатында арасына қайнатпалы кремімізді жағып, торттарымызды жинаймыз. Өте нәзік, тәтті, дәмді торт шықты. Бұл рецептпен мен 5 жылдан бері жасап келемін. Сіздер де жасап көріңіздер. Шаймен ішкенге өте дәмді. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты
құтты болсын. Барлықтарыңыздың дастархандарыңызда осындай дәмді торт болсын. Менің тортым сіздерге ұнаса, осы рецепті достарыңызбен бөлісіңіздер. Және де тіркелмегендеріңіз тіркеліп, қоңырау батырмасын басып, тіркелуді ұмытпайық. Алдағы уақытта менің бейнемде түрлі рецептер болады. Ұсақтап алған корждарымызды бетін әсемдейтін боламыз. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Түрлі жеміс жидектермен немесе өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Ендігі бейнеде жолыққанша сау болыңыздар.